Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте керемет, жұмсақ, дәмді блинчик пісіретін боламыз. Ол үшін бізге алдымен 3 жұмыртқа қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Жарты стакан қант. Жарты стакан өсімдік майын құйып, жақсылап араластырамыз. 1 стакан сүт. Електен өткізілген ұнды қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды көз мөлшерімен қосамыз. Қатты қою немесе қатты сұйық болмау қажет.